Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен оңай әрі тез дайындалатын 15 минутта дайын болатын өте дәмді сметаниктің құрамымен бөлісемін. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай сметаниктің қамырымен және де ішкі начинкасы өте жұмсақ болып, сондай дәмді болып шыққан. Ең бірінші сметаниктің қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 40 немесе 50 грамм қант, оның үстіне бір жұмыртқаны салып, қант ерігенше жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Жаңағы консистенцияның үстіне ерітілген сары майды құйып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ұнымызға жарты шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған ұнды сито арқылы жаңағы сұйық консистенциямызға саламыз. Салынған ұндардың барлығын біріктіре отырып, қамыр дайындаймыз. Міне достар, иленген қамырымыз осындай болып шығу керек. Келесі диаметрі 24 сантиметр болатын формамызды алып, майлап шығамыз. Келесі сметаниктің қамырын жаямыз. Ол үшін біз бірінші құрғақ ұнды сеуіп, содан кейін қамырымыз біркелкі болғанға дейін жайып шығамыз. Келесі жайып алған қамырымызды астынан ақырындап жабысқан жерін көтеріп аламыз да, жаңағы формамызға апарып орналастырамыз. Келесі артық қамырды оқтаумен видеодағыдай осылай алып тастаймыз. Келесі формаға салынған қамырымызды шанышқымен осылай шаншимыз. Достар, қамырды формаға салудың екінші түрі, бірінші осылай пергамент қағазына қамырымызды жайып аламыз біркелкі етіп. Келесі дайын болған қамырды жаңағы майланған формамызға осылай салып көріп аламыз, келетін келмейтінін. Содан кейін барып қамырымызды аударамыз да, үстіндегі пергамент қағазын аламыз және де қамырымызды формаға видеодағыдай етіп орналастырамыз. Артық қамырды видеодағыдай оқтаумен алып тастаймыз. Келесі пирогтың қамыры дұрыс пісу үшін шанышқымен шаншып шығамыз. Енді сметаниктің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге қаймақ және де үстіне қант саламыз. 2 жұмыртқаны салып, біркелкі консистенция болғанға дейін венчикпен араластырамыз. Сметаниктің салмасы дайын, міне консистенциясы осындай болып шығу керек. Келесі формамызға жаңағы дайын болған консистенцияны құямыз. «180 градуста қызып тұрған духовкада 15-20 минуттай пісіріп аламыз. Достар, сіздердің духовкаларыңызға байланысты
өздеріңіз уақытын қарайсыздар. Міне достар, біздің сметаник дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай сондай жұп-жұмсақ болып, әрі дәмді болып шыққан. Ең бастысы, қонақ келген кезде дайындауға болатын, уақытты көп алмайтын пирогтардың бірі, әрі оңай дайындалады. Достар, осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Өте дәмді болып шыққан. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен басқа да рецептпен бөлісетін боламын.